Асқабақ 1001 ауруға ем екенін білесіз ба? Білмесеңіз ендеше видеоны соңына дейін көріп каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Аяулы оқырмандарыма күнделікті тұрмыста жиі пайдаланатын көкөністердің қасиеттері мен пайдасы туралы ақпарат жалғастырамын. Бүгінгі тақырыбымызға арқау болып отырған асқабақ жидегі адам денсаулығына пайдалылығы жағынан өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге аса бай. Асқабақ қияр, қарбыз, қауын сынды бақша көкөністерінің туыстасы. Асқабақты жеуге жарамды және техникалық деп екіге бөледі. Жер шарында бұл көкөністің ондаған түрі бар, оның 3 түрі 1 жылдық. Қалған 7-і көп жылдық. Сіз бен біздің бақшамыздан немесе аналарымыздың дәмді тағамдарынан көріп жүрген асқабақтың түсі сарғылт болғанымен жасыл, ақ, сары, қызыл және сұр түсті асқабақтар да бар екен. Асқабақтың орташа салмағы 4-тен 8 килограммға, ал ең жоғарғы салмағы 800 килограмм шығады. Асқабақтар Антарктидадан басқа кез келген жерде өсе береді және айтарлықтай күтімді қажет етпейді. Асқабақты тағам ретінде пайдалану сонау ерте замандардан басталған. Өйткені археологиялық қазба жұмыстары асқабақтың осыдан 3000 жыл бұрын пайдаға асырылғандығын анықтады. Оның дәндері перулік үндістердің табыттарынан табылған. Ежелгі грек және Рим тұрғындары кепкен асқабақтарды сұйықтықтар құятын ыдыс ретінде қолданған. Орыстардың 1926 жылы жасаған экспедициясының нәтижесінде жабайы асқабақтар Африканың солтүстігіндегі мекендерден табылған екен. Ғалымдардың болжамы бойынша асқабақтың отаны Африка, ол күллі әлемге сол жерден таралған деп айтады. Құрамында жасанды талшық ақуыздар, каротин, кальций, темір, магний, фосфор және А, В1, В2, 2P және К дәрумендері ағзадағы зат алмасу процесін жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал ететін К дәрумендері калий, кальций және темір бар. Құрамында дәрумендердің көптігінен болар ол 1001 ауруға ем боларлық көкөніс деп есептеледі. Асқабақтың шипалық қасиеттеріне тоқталсақ, жүрек әлсіздігінен жүдеген дерге ем ретінде қолданылатын асқабақтың ішіндегі жұмсақ жерін яғни етін дәрігерлер отқа немесе суға күйген науқастарға жарасын таңуға кеңес береді. Асқабақ көру қабілеті нашарлағандарға, қаназдықтан жапа шегетіндерге көмек бере алады деп айтады. Құрамындағы жасанды талшықтың судың және жасұнықтың көп мөлшерінің арқасында артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де таптырмайтын ем. Асқабақ ағзаны шлактан тазартып зат алмасуды тұрақтандырады. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмектеседі. Несеп айдаушы қабынуға қарсы өт айдағыш қасиеті бар және де паразиттерді жояды. Асқабақты көлеміне қарап ажыратуға болады. Негізі асқабақтың көлемі үлкен болған сайын жақсы піскен деп есептеледі. Бірақ бұл олай емес. Егер асқабақтың көлемі 10 килограммнан жоғары болса, онда ол мүлде тәтті болмауы мүмкін. Сондықтан ең дұрысы 3 немесе 5 килограммдық асқабақ алған дұрыс. Сондай-ақ жемістің салмағын көз жобамен өлшей салмау керек. Міндетті түрде таразыға тартып өлшеп алған дұрыс. Асқабақты қабығына қарап тануға болады. Жақсы піскен асқабақтың қабығы тығыз болады. Сыртынан балауыз тәрізді жұқа қабықшамен тарамдалған сызықтар болады. Сондай-ақ піскен асқабақты тез ажырату үшін тырнақтың ұшымен қатты батырмай мұқият шертіп көру қажет. Егер қабық тез сырылса, демек дақыл жақсы піскен. Ал қабығы қаттылау ағаш секілді болса, онда оның іші өте қатты пісіп кеткен. Ал ондай дақылды ұзақ уақыт сақтау мүмкін емес және оны турап кесуде қиын. Асқабақты қысқы мезгілде сақтау жолдары. Асқабақты сақтау үшін ең алдымен дұрыс асқабақ таңдап алу керек. Сақтау үшін орта және ірі көлемдегі сыртқа қабығында шірігі жоқ асқабақтар таңдалады. Егер қандайда бір сызат ұрылған соғылған жері болса, онда 3% марганец ерітіндісімен өңдеген жөн. Толық пісіп үлгермей жатып жиналған асқабақтарды құрғақ жылы температура 25 градус жерде 1-2 апта аралығында пісіріп алу қажет. Асқабақты жинағанда арасына ауа кіретіндей етіп жасау керек. Егер асқабақты бүтіндей қоятын жер болмаса, ортасын жұмсақ етін 4 бұрыштап турап пакет қалтаға салып мұздатқышта сақтауға болады. Тек асқабақ емес, асқабақ тұқымының пайдасында айта кетейін. Ол аурумен күресетін антиоксиданттарға бай. Асқабақ тұқымдары біздің жасушаларымызды ауру тудыратын зақымданудан қорғайтын және денеміздегі қабынуды азайтатын көптеген антиоксиданттарға бай.
Зерттеулер көрсеткендей, асқабақ тұқымының қабынуға қарсы қасиеттері бауыр қуық, ішек және буындардың денсаулығы үшін маңызды. Ол иммунды күшейтеді. Асқабақ тұқымдары құрамындағы Е дәрумені мен мырыштың арқасында иммундық жүйемізге пайдалы. Мырыш біздің денемізді қабынудан, аллергиядан және микробтардан қорғайды. Осылайша инфекциялардың алдын алады және жалпы иммунитетті арттырады. Ол салмақты бақылауға көмектеседі. Асқабақ тұқымын жеу салмақты бақылауға көмектеседі және бұлшық ет түзеді. Асқабақ тұқымы сізді қанықтырады және мырышқа, кальцийге, ақуызға және талшыққа бай болып табылады. Талшық ас қорыту жүйесіне көмектеседі және күні бойы аштық сезімін азайтады. Бұл күні бойы артық тамақтанып салмақ қосудан сақтайды. Бұл да денедегі майды жағуға және салмақты тиімді жоғалтуға көмектеседі. Жүрек денсаулығын жақсартады. Олардың құрамында магний, калий және пайдалы май қышқылдары болғандықтан асқабақ тұқымы мен әсіресе асқабақ майы жүрек денсаулығын жақсартады және жүректің ишемиялық ауруы қаупін азайтуға көмектеседі. Асқабақ тұқымы майының қоспалары ересектердің қанындағы пайдалы HDL холестерин деңгейін жоғарылатып қан қысымын төмендетуі мүмкін. Сондай-ақ асқабақ тұқымдары қан тамырларын кеңейтіп жүректің тиімдірек жұмыс істеуіне көмектесетін қан ағымын жақсартады. Қандағы қантты теңестіреді. Асқабақ тұқымының маңызды артықшылықтарының бірі қандағы қантты реттеу қабілеті болып табылады. Асқабақ тұқымдары диабетиктерде қандағы қантты жақсы бақылау үшін қандағы қанттың сіңуін баяулататын ақуызға және талшыққа бай тағамның түрі. Асқабақ тұқымында көптеген адам диетада жеткілікті мөлшерде алмаған магний тұрғысынан өте жоғары. Оның құрамындағы магний қандағы қант деңгейін реттеу арқылы қант диабеті қаупін азайтуға көмектеседі. Ұйқы сапасын реттейді. Ұйықтар алдында асқабақ тұқымын жеу түнгі ұйқыңызды жақсартуға көмектеседі. Асқабақ тұқымдары триптофанның ұйқыны жақсартатын табиғи заттың көзі болып табылады. Асқабақ тұқымындағы магний, мырыш, мыс және селенде ұйқының ұзақтығы мен сапасына жақсы әсер етеді. Асқабақтың соңғы қасиетінің бірі қуықтың қызметін жақсартады. Бұл қуықтың шамадан тыс белсенділігінің белгілерін айтарлықтай жақсарта алады және зәр шығару дисфункциясын түзетеді. Асқабақтың сіз тағы қандай қасиетін білесіз? Комментке жаза кетіңіз. Бүгінгі тақырып осымен аяқталды. Лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеода көріскенше.